Жәнібек ауданының екі елді мекенінде спорт алаңдары ашылды. Ауылдықтарды қуантқан ізгі шара рухани жаңғыру бағдарламасы және Нұр Отан партиясының мектептегі спорттық алаңдар жобасы аясында мүмкін болды. Спорт алаңының ашылуына ұзынкөлдіктер тайлы тұяғы қалмай жиналды. Өйткені бұл көптен күткен іс еді. Тұрғындарды аудан басшысы құттықтап, ойын алаңына келген оқушыларға спорттық киімдерді тарту етті. Осы жерде футболдан жарыс өтіп, ауыл балалары жаңа алаңды сыннан өткізді. Футбол ойнайтын алаң ашылып жатыр. Біздер бәріміз қуаныштымыз. Өйткені мұнда біздер футбол ойнаймыз. Және қызықты сәттер болады. Біріншіден ауыл жастары үшін, одан қала мына оқушы балалар үшін өте керек дүние. Осының арқасында болашақта көптеген жетістіктерге жетеді жастарымыз. Бос уақыттарын тиімді өткізеді. Мұндай ілкімді іс Күйгенкөл ауылында да жүзеге асты. Спорт алаңының игілігін енді ауыл жастары көрмек. Ауылдық ардагерлер кеңесінің төрайымы Жұпар Хамзина нысанды салуға атсалысқан азаматтарға алғысын білдірді. Осы жерде шағын футболдан аудандық біріншіліктің тұсауы кесіліп, ауыл командалары өзара үздіктерді анықтады. Бүгін осы ауылымызда спорттың ашылуына орай шағын футболдан жолдастық кездесулер өтіп жатыр, және де оған ауылдық округтың елді мекендері Өнеге, Құштай, Көлтабан сияқты командалар қатысуда, және ауылымыздан 2-3 команда қатысып жатыр. Спорттық алаңның ашылғанына қуаныштымыз. Ол жастарымызға қазіргі таңда спортпен айналысуға үлкен мүмкіндік беруде. Қос нысанның құрылысы бір айда аяқталып, 21 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалды. Рауан Дәли, Ұшқын Ғазизов, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.